ай көлің азғабылан шорылырдың қасында 12 жоры басында оң жағында жиырмасы оңдырбастай жыласы ай көліңдің қасында анышында бұманас жорылырдың басында мындай кебім бастады ай көлің маназға бұлан бастасар чағы болып тұр ханым бағалек күчі толып тұр жүткінер кези болып тұр ай көлің түрің батырдың анышындың жарықты ошындың жүрек бір ғана күчің толып тұр чаңға кіріп атығып чамбылман азатығып анышынды қарача ай көлің түрің қабылан қабылайын чорылыр тұташқандай кендігің тұташ болса бірлігің өмірдегің арасқа өксіп өсіп білгенің өксіп қалса бірлігің өздетіңді мүлжудің күнді қалар тепселіп күн аймаған түндігің еркек қозы туылып тұр кеш жұмысқа тұрып тұр еркек қозың туылғаны ханы құрмандыққа жаратқан еркек ұлдың туылғанын қағылайық қалайық ана намызға анаң үшін жаратқан қарабас қайда қалбасын арқачандан бір қачан қағылайын чорылыр халқының көзді пайдасын ердегенмен білде ту ел жері үшін жан қиған қалбаса мейлі қасыққан деп ошентіп баяға айланайын жаннаға ай көліктерің қабылан аношынды жарықты аққулатын мингенде ақылбақ тонды кигенде сөйле көтті сөйлеті атқа минген келбеті арыстандай көрініп тұрған адамдың көңілі жаман бөлініп өпсе түрген баяға көкжадары көрініп оң жағында жиырмаса оңдырбастай жыласа сол жағында жиырмаса батырыңдың бұл күнді тоғой бостай жыласа аношонды жарықтың 12 чоры қосқосып ас жолды деп бос-босып ай көліңді мингене омыртқасын ұрғыла өз айванда зорғыла қаса тұлпар аққұла қабырғасы аққұлаға қамшырып аношонды қарачы аспан менен жеріңдің бір өзіңдей көрініп айың менен күніңдің бір өзіңдей көрініп су тұрған ай көлдің ай түндік менен түстіктің түнегіндей көрініп оңырайған қапшыға ортасындай көрініп түгілді соққан жүректің толтосындай көрініп аношонды қарачы қасындағы баяға айланайын дер бақай денеге еттің бақай тегірім өзі манасқа тегде бірген шыр бақай аношонды жарықтық ай көліңнің қасында 12 чоры қосқостып аққуланы жылолып келе жатақ бос-бостып аношонды қарачы қасындағы чоролыр манас бақырдың аношонды жарықтық алда манас тапқан аңұран шақырдың ай Аруаңыздар қадырман қырғыз халқым, қалдайған қазағым. Саламатсыздар бі. Олоду екі елдің маданиятын достығын даңғазалаған қош қанат теледолбоору. Езелтен елі егемендігі үшін жан үріп, ел ертеңе, ел еркіндігі үшін қаражанын қанжаға байлаған батырлар өткен. Біз жаратауыз, құрауыз, өніктірөбіз, тоолорубуз туруктуулугубуздун символу, дарыяларыбыз күчүбүздүн, элибиз келечекке кебелбес ишенимибиздин символу.
Туура айтасыз, Кыргызстан үчүн эгемендүүлүккө 33 жыл. 31 август дата биз үчүн өтө маанилүү. Эгемендүүлүк Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн эң башкы эң тамгасы. Біз эгемендүү өлкө болгонубузга сыймыктанабыз. Мына ушул эгемендүүлүгүбүздүн 33 жылдыгына арналган эфирибизди баштоого уруксаат этиңиздер. Бүгүн биз жалгыз эмеспиз. Биз менен кошо Казакстан Астана студиясы Абай телеканалы эфирде. Анда эмесе кесиптештер, сөз сиздерде. Рахмет әріптестер. Ассаламу алейкум, қадірлі қазақ елі, аса қымбатты қырғыз халқы. Арма, ардақты ағайын. Қос халықтың ғасырлар бойы жалғасқан ғазиз достығының жаңаша деміндей болған қос қанат теле жобасында қауышқанымызға бек қуаныштымыз ағайын. Барша алаш атынан қадірлі қырғыз халқын тұғырлы тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Тәуелсіздік ең алдымен азаттыққа ұмтылған қос халықтың асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Қазақ пен қырғыз құстың қос қанатындай егіз халық. Шын мәнінде қазаққа қырғыздан жақын жұрт жоқ. Қазақтың ұлақыны Мағжан Жұмабаев қырғыз таудың тарпаңа, қазақ қырдың құланы деп жырлаған. Біз халқымыздың бірлігі мен даналығының арқасында аумақтық тұтастығымызды, еркіндігімізді, егемендігімізді нығайттық. Оның бәрі әрине тәуелсіздіктің жемісі. Және дәл қазір тәуелсіздікке тарту бізден болсын дейміз, бауырлар. Қабыл алыңыздар. Албетте егемендіктің жолы оңой болған жоқ. Экономикалық қиыншылықтарға, саяси толқындоолорго чейин болды. Бирок мына ушул кыйынчылыктарга карабастан Кыргызстан эли укмуштуудай туруктуулукту жана чечкиндүүлүктү көрсөтүп келет.
Туура айтасыз, кесиптеш, бизде эгемендүүлүгүбүзгө өзгөчө салым кошуп, мына ушул кесиптештерибиздин куттуктоосу дагы дем күч берип турат. Казагыбызга дагы терең ыраазычылык билдирип, эфирибизди улантууга уруксаат этиңиздер. Эгемендүүлүк дегенде 33 жыл алкагында Кыргызстандын кылган эмгеги эмес, тарыхы, өткөнү, басканы, келечегибиз үчүн өтө маанилүү. Анда эмесе эгемендүүлүк, жаңы тарыхыбыз, эгемендүүлүктөн кийинки күндөрүбүз тууралуу маңыздуу маек куруш үчүн албетте кыргыз десе Манасты, Манас десе Кыргызды элестетебиз. Манасчы бизде конокто Төлөбек Муса уулун чакырып коюуга уруксаат этиңиздер. Hoş gelipsiz. Студиябызга куш келипсиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Эми албетте бир жакшы маекти баштайлы. Биринчи суроо мындай: Манастын образы, анын эркиндик, адилеттик үчүн күрөшү элди эгемендүүлүккө умтулууга кандайча шыктандырган? Жакшы болот. Биз эгемендик дегенде эле буга чейинки басып өткөн 30 жылдык карт тарыхыбызды көпчүлүгүбүз билебиз. Бирок улуу Манас баянында айтылгандай, ошол күндөн бери карай төккөн кумдай күн өттү, түгөн күзечен жыл өттү, сай козголуп, тоо болду, тоо козголуп, сай болду. Аты калып кара жер, ар кандай жерлер соо болду дейт да. Найзалар төшкө сайылды, кылычтар кылый чабылды дейт. Алакандай жер үчүн, ар намыс үчүн, эл үчүн канчалаган эрлердин башы алынды дейт. Биз ошол Манас атабыз баштаган эрлерибиздин, ошол Манас атабыз баштаган шерлерибиздин аркасы менен ушундай бейпил, эркин күндө жашап атабыз да. Сиздин сурооңузга так кесе жооп бергенде, улуу Манас атабыз өзү жөн гана бир элди баштаган жоокердин башчысы болбостон, жалпы адамзаттын жараткандын бир кыргыз элине берген белеги деп айтылып атпайбы? Ансыгарындай ошол жалпы элдин бир белеги болгон да. Буну эмне менен айланып кетебиз? Ошол Манас эпосунда айтылгандай, Манас атабыздын алдына жеке гана кыргыз эл эмес, бүтүндөй дүйнө элинен келип Манас атабыздын алдына кызмат кылып атат да. Жанагыл сөз бар го, таарысаң таласка бар деген. Ушул улуу Манас баянында айтылып калган да. Себеби эмнеде? Ошол өзүнүн элинен акыйкаттык таппай, эркиндик таппай, калыстык таппай калган бир элди башкара турган, мындайча айтканда азыркы расмий тил менен айтсак, лидерлердин баардыгы ошол Айкөл атабыздын алдынан келип кызмат кылып атат да. Буга мисалы ошол Алмамбет, чоң бир Кытай улуу державасынын ханзадасы ошол Манас атабызга келип кызмат кылып атат. Бул эмнеден айгиленет? Ошол Манас атабыз бир гана бир эле элдин эркиндиги, бир эле элдин амандыгын эмес, бүтүн дүйнө жүзүндөгү жараткандын акыйкаттуулугун, анын ар намыстуулугун, ошол эрлерге эл кандай кызмат кылыш керек деген бир чыныгы бир лидерлик сапатка ээ болгондугун биз айгиленеп биле алабыз да. Ошон үчүн бекеринен Айкөл Манас деп айтылат. Айкөлдүк сапат бул Манас атабызга гана тиешелүү болгон. Ошондуктан улуу Манас атабыз кулаала таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым, тели куш таптап куш кылдым, тентиген жыйнап журт кылдым деп атат да. Анда алап кеткен кыргызды ак отолуу ордого ар кай жерден чогуртуп журт кылдым деп атат да. Бир эле элди башкарып журт кылган жок. Ар кай жерден, ар кайсы өлкөдөн чогултуп, бир эгемендүүлүк элди куруп атат да. Бул Манас атабызда эми бул нерселердин баардыгын айтып бере турган болсок, убакыт тапсаңыз, кыскача айтканда ушундай. Жакшы. Албетте, эгемендүүлүк дегенде эле сиз айткандай, мына ушул 33 жылдын аралыгында жасалган экономикалык, инфраструктуралык, маданий бир баалуулуктарыбызды айтып келеткенбиз. Бирок биз тереңинен түшүп, тамырынан тартып, эгемендүүлүктө Манас канчалык роль ойногон деген бир образда жараткыбыз келет. Жана ошондой эле кийинки суроо мындай болсун: эгемендик үчүн күрөшүүдө маанилүү болгон баалуулуктар кандай чагылдырылган Манаста? Эң негизгиси мен башында айтып өттүм, ошол адамдык улуу сапатты, ошол жанагы жоомарт деген сөз бар го. Ошол нерсени мейли душманың болсо дагы, Манас атабыз жана мен башында айттым, айкөлдүк сапат. Ошол эң биринчи адамдык сапатты биринчи орунга койгон да. Арине бул Манас атабыз болгон. Чоң казатта ондай кыргын болуп, чоролорунан айрылып, кээ бирлер жакындарынан айрылып, ушундай эбедей эзилип, эч жүрөгү кезилип, ушундай кан күйгөн бир согуш болуп атканда, Коңурбай Манас атабызга амалга салып, 7 күн уруксаттырып атат да. Анан Айкөл атабыз айкөлдүгүнө салып, мейли эс алсаң эс алып алчы деп Манас атабыз уруксат берип коюп атат да.
Бұл нерсе эмнеден кабар берет? Биринчиден Манас атабыздын айкөлдүгү, ошол душманга дагы кандай мамиле кылыш керектигин ушул улуу Манас баянынан биз айгинелеп биле алабыз. Андан сырткары ошол элдин өзүнүн салтындагы болуп аткан нерселердин, мисалы үчүн Көкөтөйдүн ашында таздардын үсүшү деген бар, бир оюн бул. Баардык оюндарына катышат дагы, бирок ошондо эмне? Манас атабыз бул биздин ата-бабабызга, салтыбызга, наргыбызга, элдүүлүгүбүзгө, эменибизге туура келбеген оюн деп туруп, жалгыз гана ошол оюнга Манас атабыз уруксат бербей коет да. Мындай нерселер улуу Манас баянында санап санат ар бир окуядан кезиктирсек болот. Ошол мисалы үчүн Манас атабыз өзү азыркы тили менен айтсак мигрант болуп Алтайда туулуп атат да. Анан ошол Алтайдан келип, ушул жактагы кошойдон кабар алып, менин элим кайда, жерим кайда деп, мындайча айтканда мамлекеттин башкаруу стратегиясын эң алгач кошойдон сурап, анан кандай салт менен, кандай нук менен мен элимди башкарам дегенде ошол атадан калган наркың менен, атадан калган салтың менен деп кошой атабыз алгач ошол акыл кеңешчи болуп кошуп берип атат да. Ең сонун, албетте Манас жөнүндө баянды айта бере турган болсо, биз уга да беребиз. Кыргыз эч убактан Талбай Талмас мырза. Анан бизди баамдап карап турган бир гана Кыргызстан эмес, Астанадагы студияга дагы кезек берип өтүүгө уруксат этиңиздер. Кесиптештер, сөз сиздерде. Алмас Айзада, көп рахмет. Жалғастырайық. Күні кеше Астанада Орталық Азия бестігінің саммиті өтті. Бізді Орталық Азияға тән айрықша болмысымыз біріктіреді. Төл мәдениетіміз бен дәстүрлеріміз де соның негізінде қалыптасқан. Ортақ тарихи тамырларымызды құрметтеу, мәдениетаралық диалог және конфессияаралық келісім Орталық Азия бірегейлігінің өзегі саналады деген болатын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Орталық Азия ренессансы, орнықты даму мен өркендеу жолы атты мақаласында. Қымбат әріптестер, құрметті көрермен, біз дамудың жаңа тарихи кезеңіне аяқ бастық. Бұл ретте Қазақстан мен Қырғызстанның аймақтық рөлі айрықша. Бүгін біз бауырлас Қырғыз халқын тәуелсіздік мерекесімен құттықтай отырып, екі елдің қазақ-қырғыз ынтымағы жайлы әңгімелейтін боламыз. Және сіздерді ең алғашқы ләйлә студия қонағымен дәл қазір келіп тұрған таныстырайық. Біздің жобамызда қонақта тарих ғылымдарының докторы, түрколог, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Дархан ағамыз Қыдырәлі бүгін қонақта студиямызда. Ассалаумағалейкум. Қарсы алайық. Қош келдіңіз, Дархан аға. Қош келдіңіз, көрдіңіз. Дархан аға, қош келдіңіз студиямызға. Көргеніңізге қуаныштымыз. Енді бізде тікелей байланыс дәл қазір Бішкектен жаңа ғана әріптестерімізбен сөз алған болатынбыз. Ол жақта осы Манас батырымыздың ерлігі, осы елдікті қалыптастыруға қосқан үлес жайында әңгіме өрбіткен болатын. Осы әңгімені енді өзіңізбен жалғасақ деп отырмыз. Рахмет. Бүгін мына қос қанат деп тақырыпты да жақсы қойған екенсіздер. Шын мәнінде қазақ пен қырғыз бұл құстың қос қанаты сияқты ежелден бері сол бауырлас, тамырлас халықтар. Соның бір дәнекері осы Манас. Біз мына халықаралық түркі академиясын басқарып жүрген кезімізде Манас фестивалін өткіздік, Манастың энциклопедиясын шығардық. Қырғыз әдебиет институтының директоры Абдуллажан Ахматалиев ағамызбен бірге Манастың сөздігін шығардық. Манастың Сағынбай Оразбақов, Саяқбай Қаралаевтың, сонымен қатар Молла Мергенбаевтың вариантын жарыққа шығардық. Манастың үлкен шарасын өткіздік. Сондықтан Манас ол жалпы қазақ пен қырғыз дәнекерлігінің де бір жарқын белгісі. Жаңа бауырымыз жақсы айтып кетті. Ол жерде ер көкше, ер қосай, қазақтың батырлары қатар жүреді. Бұлай барсаң үйсін бар, бұлай барсаң арғын бар деп қазақтың ру тайпаларын түгендей жүреді. Сондықтан жалпы Манас бұл тек қана қырғыз тарихының ғана шежіресі емес. Бұл жалпы түркі халықтары соның ішінде қазақтың да біраз тарихы жатыр. Сонымен қатар Манасты алғашқы атқа түсірген Шоқан Уәлиханов екендігін біз ерекше мақтанышпен айтамыз. Қашқар сапарында Боранбай би Шоқанды қонақ қылып, сол Манастың Көгілдайдың асын жақсылап жырлатып берген. Сол сияқты Манастың осы вариантын Әлкей Марғұлан тауып қайта жариялаған. Ал Манасты ақтаған біздің ғұлама жазушымыз Мұхтар Омарханұлы Әуезов екендігі белгілі.
60 жылдары жалпы буржуазиялық мына бай манаптарды ескілікті көздейді деп Манастың басына да бұл түйірілген. Сол кезде Разақ қырғыздың басшысы арнайы Мұхаңды Қырғызстанға шақырып, содан кейін Мұхаң осы Манасқа байланысты үлкен баяндама жасайды. Жалпы бір ескерерлік жағдай, Мұхаң Мұхтар Әуезов Манаспен сонау 20 жылдардан бастап айналысқан. 1922-23 жылы Ташкентте оқып жүргенде арнайы экспедициямен барып, Манастың бірнеше вариантын жазып алған, Манас бойынша диссертация қорғаған, Манас туралы героический эпос Манас деген арнайы кітап шығарған, оны біз Түркі академиясына жарияладық. Кейін осы 60 жылдары Манасты қорғап, үлкен баяндама жасаған кезде, мына бүкіл қырғыз халқы бөркін аспанға лақтырып, Манас ақталды, Манас жеңді деп айқайлаған екен. Соның бір жарқын көрінісі сияқты қазір Ыстықкөлде, Шолпанатада Мұхтар Омарханұлына жақсы бір музей үйі бар, бюстін қойды, біздің президентіміз барып оны ашып берді. Сондықтан Манаспен бірге осы Шоқан, Мұхтар Әуезов, Шыңғыс Айтматов сияқты ұлыларымызды, біздің халықтарымызды жақындастыратын дәнекерлеріміз. Дархан аға, кезекті сұрақ өзіңізге. Кейінгі жылдары түркі әлемі арасындағы байланыс нығая түсті. Күні кеше ғана Астанада Орталық Азия бестігінің саммиті өтті. Бұған тарихтың жаңа парағы деген баға берілді. Осы орайда Қазақстан мен Қырғызстанның аймақтық рөлі қандай екен? Осыған тоқталсаңыз. Жалпы қазір осы Орталық Азиядағы бестіктің бекем байланысы нығая түсті. Бұл да бізді берекелі бірлікке бастап бара жатыр. Өйткені біздің былай қарағанда бір жағы көрші мемлекеттер қатар қонған, бір жағы тіліміз, тек қана түріміз ғана емес, дініміз жақын, мысалға, сонымен қатар тарихымыз бен тамырымыз ортақ, танымымыз бір. Сондықтан бұл аймақтағы шаруашылығымыз бір, мысалға, бұлардың барлығы осы кезінде мынау межелеу саясаты кезінде қолдан жасалынған кейбір кедергілерді қазір біз мемлекеттеріміз осы ақырын біз ақылмен жеңіп келеміз. Енді оны кедергі деуге де болмас, бірақ биыл мынау Орталық Азиядағы республикалардың құрылғанына тура 100 жыл толып отыр. Қырғыз автономиясының құрылғанына да 100 жыл толып отыр. Қара Қырғыз автономиясы болып, оның алдында білесіздер, кеңестік республикалар сол межелеу саясат арқылы өзі құрылған болатын. Сондықтан бұл да үлкен бір белес, бірақ сол кезеңде Түркістан деген ортақ ұғым болды. Тұрар Рысқұлов, оның алдында Мұстафа Шоқай осы тұтас Түркістан идеясын көтерген болатын. Қазіргі кезеңде Орталық Азияның осы ақырын біз тұтасуға, барлық сала бойынша саяси, экономикалық, мәдени, гуманитарлық бағытта бір-бірімен өзара ынтымақтастығын арттырып отырғанын көреміз. Бұл қуантады. Соның ішінде әсіресе Қазақ пен Қырғыздың ынтымақтастығы осы Орталық Азия бестігінің де бір бекем бір ядросының бірі деп айтуға болады. Өйткені еншісі бөлінбеген, мына тауы да ортақ, кезінде суы да ортақ Қазақ пен Қырғыз осы жылдардың арасында өзінің ынтымақтастығын дамыта берді. Қазір кезеңде көлік логистика саласы, экономика саласы, сонымен қатар мына туризм саласын жетілдіру, экономиканың әр саласын жетілдіру сияқты көптеген міндеттер тұр, бірақ бәрібір осы Орталық Азия ынтымақтастығының негізінде меніңше мәдени, гуманитарлық біздің тарихи ынтымақтастығымыз жатыр. Ал бұның ішінде ең жақын халықтар ретінде біз осы Қазақ пен Қырғызды айтамыз. Сондықтан Орталық Азия ынтымақтастығы бұл баршамызға тек қана пайда келетін, өрісімізді ашатын ынтымақтастық. Өйткені қазір кезеңде бір мемлекет өзі тұйықталып, өзінің дамуы қиын. Сондықтан бір-бірімізді толықтырып тұратын бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай Қазақ пен Қырғыздың ынтымақтастығы арқылы байланысқан осы ынтымақтастық қазір кезеңде Орталық Азия бестігінің бекем бірлігіне бастап барады. Рахмет, Дархан аға. Біз дәл қазір енді Бішкектегі әріптестерімізбен тікелей байланыстамыз. Сөз кезегін берейік. Алмас, Айзада, сөздеріңізде. Астанадағы қонағуызға жана біздің кесіптештеріміз Дархан Айлаға рахмет білдіреміз. Құрметті кесіптештер, ал эми біз болса қонағуыз менен болған маегибизди уланталы. Төлек мырза,
Манас қырғыз елінің егемендүүлүккө умтулуусуна таасирин тийгизген реалдуу окуялар жана инсандар менен кандай байланыш бар деп ойлойсуз? Улуу ушул Манас баянынан эгемендүүлүк жөнүндө сөз кыла турган болсок, ар бир окуясында жатат. Бул эң алгач эле Манастын бала чагындагы окуяларды алып карай турган болсок, мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү, ошол Алтайда жүрүп, Жакып атабыз канчалык бай болсо дагы, бирок алар эркин эмес, ошол өзүнүн элинде жашап атса дагы, бөтөн душмандарга салык төлөп, мындай өзлөрүн мындай басынтып алып жүргөн деп айтсак болот да, жөнөкөй тил менен. Ошол Манас атабыз эрезеге жетип, эрешен тартып эр улуу менен тең болуп, басташар чагы болуп, бага элек күчүт болуп, бир 8-9 жашка чыгып калган жеринен баягы жылкычылар жылкыга тийгенде аркасынан ошол жылкычылардын аркасынан кууп барып, Манас атабыз 8 жашында ошол калмактардын Кочко балбанын өлтүргөн жайы бар да. Бул жерден ошондо дагы карасаңыздар, Жакып атабыз ошондо да коркуп атат да. Сен буларды өлтүргөнүң үчүн эмес, куугандыгың үчүн биз ай сайын кум төлөйбүз, айдап, жылдап, сандап мал беребиз деп атат да. Ошондо да Манас атабыз эмне деп атат? Кум дегениң эмне? Биз өзүбүздүн элибизде жашап туруп, эмне үчүн өзгөлөргө ушундай салык төлөшүбүз керек? Эмне үчүн ушул өзүбүздүн жерибизде жашап туруп басмырланышыбыз керек деп ошол жерден бир элине кандайдыр бир өзүнүн атасы аркылуу кайрат берип атат да. Анан Ордо оюну бул Манас атабыз ошол жаш курагында ойлоп тапкан да. Кыскача айта кетейин, Ордо оюнун билебиз, ошол ортосунда хан турат, чекесинде баягы чүкөлөр турат да. Бул эмнеден кабар берет? Ошол жанагындай басмырланууда жашап калган, жүрөгү мокоп калган элдин балдардын жүрөгүн ойготкон да. Ошол келечекте өсүп келе жаткан балдардын жүрөгүнө кантип десеңиздер, ошол Ордо оюну аркылуу, мисалы үчүн душмандар сырттан чабуул жасап киргенде, эгерде чекесинен бирден атып кетирсең да болот. А бирок эгер ханды Ордодон сүрүп чыгарсаң, анда ошол Ордо сеники деген да. Ошол нерсе менен эмне аркылуу дух берген? Ошол Ордодон бизге кирип кеткен душмандардын биз баардыгын сүрүп чыксак, демек Ордо биздики деген оюн аркылуу ошол өзүнүн тестиер балдарына бир дух берип койгон да Манас атабыз. Ушул нерселердин баардыгы арине бул эгемендүүлүккө түздөн түз тиешелүү болуп саналат да. Жакшы. Анан студияда отурган агабыз кыргыз менен казактын ортосундагы тарыхты тереңинен тартып аябай жакшы билет экен. Кара Кыргыз автономиясынан тарта. Албетте биз Чокон Валиханов деп айтабыз. Казак эли болсо Шокан Валиханов дейт. Мына ушул Чокон Валихановдун Манас эпосуна кошкон салымы жөнүндө дагы бир кеп айтып кетсек болчу. Жогоруда ошол агабыз таасын баасын Ташкатамга баскандай жакшылап баса белгилеп өттү. Казак кыргыз жеке эле маданий алакада эмес, ошол эле саясий, тарыхый алакада бирге болуп келген, ар дайым баягы экономикалык кырдааларда дагы ар кандай ошол кыргыз менен казак биргеликте иш алып барып, улуу акындарыбыз айткандай, казак менен кыргыз өркөчүндөй, төөнүн эмчегиндей, бээнин деп ошол бирге эгизел деп айтылып келет да. Анан ошол кыргыздар ошол жараткан улуу тарыхты казактарыбыз, казак туугандарыбыз жанагынтип эл аралык деңгээлде коргоп колдоп атканы бул эки элдин достугу, бул эки элдин биримдигинен айнелеп кабар берген. Эң жакшы. Жаштардын патриоттук сезимин ойготуу үчүн Манасты кандай колдонсо болот деп ойлойсуз? Азыркы күндө маалыматтын технологиянын заманы болуп атат, ошого жараша колдонуш керек. Биз Манасты эски деп айрым киргиздерибиз дейбизби чаңган жайы бар. Манас десе Манас көчөсүн билишкен жаштарыбыз бар. Манас десе Манас аэропорту деген жаштар бар. Биз жогоруда айтылгандай бир идеология катары биздин түпкүлүгүбүз, баалуулук катары баалашыбыз керек. Анда жанагындай айтылган улуу сабактарды биз азыркы күндөгү жашообузга айкалыштырып ала билишибиз керек. Манаста баланы тарбиялоодон баштап мамлекетти кантип башкарыш керек, эгемендүүлүк элди кантип кураш керек, андан сырткары саясий, маданий алакалардын адамдык сапатка чейинки баардык нерселердин сабак алса болот да. Бул бир гана Манас атабыздын өзүнүн жүргөнү тургандан эмес, ошол Манас атабыз аралашкан, башка каармандар аралашкан ар бир окуядан Манас атабыздын түпкү аталарынан бери чейин Семетей, Алым Сарык, Кулан Сарык, Сейтекке чейинки баардык окуялардан адам баласы сабак ала турган чоң бир окуялар жатат.
Мунун үстүндө азыркы күндө ошол Кыргыз улуттук Манас театры жана манасчылар биргеликте биз нече жылдан бери иш алып барып келе жатабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мурдагы жылдарга, мурунку убактарга салыштырмалуу азыр Манас десе кененирээк таанып билип окуган жаштарыбыз элибиз көбөйүүдө, өсүүдө десек болот. Кудай буюрса ушул аракеттин үстүндө жигерден жанбай дагы да ошол иштей беребиз. Азыркы күндө баягы Манас уксаң бир 7 сааттап уга турган адам дагы жок да. Биз ошол муунду, ошол келечек муунду манасчылардын угармандыгын даярдап анан Манас айтсак, бул Манаста улуу бир руханий жан дүйнөгө бир зор бир азык тартуулаган нерсе жатат. Ошону биз сезе билбей атабыз. Кудай буюрса алдыда жакшылыктан үмүт үзбөйт. Биз улуу элбиз, улуулугубузду жоготпой, ушул улуу Манас баянына кайрылып, эгемендүүлүгүбүздүн баркын, баасын түшүнсөк деген ойду айткым келет. Төлөбек мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте Манас эпосын мына кагаз бетине түшүргөн биз ар дайым сыймыктанып, Манас дегенде Чокон Валихановду эстеп келебиз. Ал казак элинин уулу. Андыктан эки элдин ортосундагы достук, маданий алака ар дайым алдыга жыла берсин деп айтып, сөзүбүздүн кезегин Астана студиясына берип өтүүгө уруксат этиңиздер. Дархан, Лейла, сөз сиздерде болсун. Лебиз тилектериңизге алғыс білдіреміз және ары қарай жалғастырайық. Тәуелсіздік алғалы жалпы біздің халқымыздың әсіресе 90-шы, 2000-шы жылдар аралығында қазақ-қырғыз мәдениетінде жаңа кезең басталды деп айтуға болатын шығар. Екі елге ортақ өнер, айтыс қайта жаңғырды. ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енді мәдениет пен ғылымда, өнер мен әдебиетте ұшан теңіз еңбек еткен тұлғаларымыздың есімі ұлықталды. Дәл қазір осы тақырыпты жалғастырып, тілшіміз әзірлеген бейне сюжетке назар аударсақ. Әлемде 2,5 мыңдай ұлт бар. Оның ішінде қазақ қырғызды, қырғыз қазақты ғана бір туған бауырым дейді. Құстың қос қанатындай болып егіз жаратылған екі елдің әдеби байланысы да тым тереңде. Оның дәлелі Сүйінбай мен Қатаған, Жамбыл мен Тоқтоғұл, Мұхтар мен Саяқбай, Шыңғыс пен Мұхтардың достық баяны. Шыңғыс Айтматов: менің өмірімде 2 Мұхтар болды. Олардың біріншісі маған аталық әкелік мейірімін төккен ұлы жазушы Мұхтар Әуезов, ал екіншісі ақын, менің көптен бергі досым Мұхтар Шаханов деген екен. Ал қазақ шайыры болса былай деп ағынан жарылады. Жалғай берсін құдалықты ер жігіттер гүл қыздар, екі елге ортақ Абай, Манас көгіндегі жұлдыздар. Қырғыздардан артық туыс болған емес қазақта, ал қазақтай жақын бауыр таба алмайды қырғыздар. Мен мұхаңның көптен қасында жүрген рухани інісі ретінде ол кісінің Шекең екеуінің арасындағы достығын, сыйластығын, бір-біріне деген құрметін едәуір деңгейде білемін. Екеуінің достығын, бір-біріне деген құрметін, ақыл-ой парасатының өлшемінің деңгейін саралайтын кітап Құтбасындағы аңшының зары немесе ғасыр айрығындағы сырласу. Иә, қос алыптың рухани сырласудан туған бұл кітабы адамзаттың ертеңгі күніне дұрыс бағыт, өнегелі тәлім тәрбие беретін соңғы жылдардағы ең парасатты кітап деп бағаланады. Рухани толғау, шынайы достықтан туған шыншыл шығарма. Жақын дос, сен маға енді, мен саға аға қатарында өзі алдыменен, бирок шығармашылық рухани жағынан алғанда біз партнер сияқты ішлеріміз. Bir-birimizге жалғашып, үзеңгілесіп келе жатқан инсандарымыз. Шыңғыс Айтматов екеуміздің арамызда туыстықтан да артық, ағалық, інілік махаббатқа жалғанған, жетінші түйсікпен астасқан өзгеше достық сезім болды. Бұл бір өзеннің қос арнасындай болған, бір өлеңнің егіз ұйқасындай болған қазақ-қырғыз бауырластығының көрінісі. Бүгінде ел арасында екі халық достассын, қазақ пенен қырғыздай, екі жігіт достассын, Мұхтар менен Шыңғыстай деген сөз қалған. Бүгінде қазақ-қырғыз әдеби байланысы үзілген жоқ. Абай өлеңдерінің, қазақ ақындарының шығармалары қырғыз тіліне аударылып, поэзия антологиясының шығуы, 20 қырғыз ақынының туындыларының қазақ тіліне аударылуы тамыры тереңде жатқан рухани дүниенің қайта жаңғыруы екені анық. Мінекей, қымбатты көрермен, бұл енді айырқалпақты ағайынмен рухани туыстығымыздың тағы бір көрінісі емес пе? Олай болса, Дархан Қуандықұлы жаңағы қазақ, қырғыз тұлғалары арасындағы достық жайында бізде аз кем
сөз қосыңыз. Иә, бұл туралы өте көп айтуға болады. Жаңа мына бейне көріністе де Тоқтоғұл мен Жамбылдың арасындағы, Кенен мен Оспанқұлдың арасындағы, немесе Сүйінбай мен Қатағанның арасындағы байланыстарды, одан беріректегі Шоқан мен Боранбайдың арасы, немесе мына Шыңғыс пен әуелі Мұхтар Әуезов, кейін Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың арасындағы керемет достық бүгінде жалғасып жатыр. Мен бір нәрсені айта кеткім келеді. Мына қазақ пен қырғызды жақындастырып тұратын құндылық өте көп. Соның бірі сөзге тоқтау. Өнер алды қызыл тіл деп жалпы осы өнерді бағалау. Соның ішінде айтысты ұлықтау. Біз осы қазақ пен қырғыздың қошма айтыс дейді. Соның бірнешеуін бірге ұйымдастырдық. Сол кезде қазақ айтыскерлерінің бәрін Қырғызстанда өте жақсы таниды. Сол сияқты қырғыз ақындарында қазақ елі өзінің төріне шығарып жатады. Бұл кешегі Сүйінбай мен Қатағанның, Арыстанбек деп айтамыз, немесе Жамбыл мен Тоқтоғұлдың арасындағы достықтың әдемі бір сабақтастығы сияқты. Тоқтоғұл Сібірге айдалған кезде әуелі қазақ ауылына келіп, содан кейін Жамбылға барған. Сонда ат мінгізіп, шапан жауып, қолына домбырасын беріп, жақсы ұлықтап шығарып салған екен. Бұның астарында жаңа айтып жатқан Манас, оның ар жағынан келе жатқан үлкен бір бауырмалдық, достық жатыр. Манас деген өте үлкен бір феномен. Жалпы Манасты адам жаттап алуы қиын. Кезінде мұрын жыраулар, кезінде осы Қырымның 40 батырын, немесе мына Жамбылдардың өзі де қаншама жырлар жатқа білген ғой. Жамбыл мысалға Манасты жатқа айтқан. Сол сияқты Жамбыл қазақтың біраз дастандарын қырғызға барған, мысалы Қыз жібек сияқты дастандарды. Ал енді бүгін қарап отырсаңыз, Манас жырлары тек қырғыздан шығады және қазақтан ғана. Бізде Баянғали Әлімжанов деген ағамыз бар. Сол кісі мысалға Манасты айтады. Біз осыдан бірнеше жыл бұрын Манас фестивалін өткізген кезде Қырғызстанның мықты манасшыларын жинадық. Сонымен бірге біздің Баянғали аға да бірге отырып Манасты айтты. Бұл қонатын ілім. Ал оны неге мысалға осы басқа бауырлас халықтардың өкілдері жатқа айта алмайды? Бұл да бір қызық мәселе. Жаңағы сөзге тоқтаған деп отырмыз. Мына Кенесары оқиғасынан кейін екі елдің арасына кішкене сызат түсіп тұрған кезде Жақып хан мен Тезек төре екеуі мәмілеге келіп, Қатаған мен Тезек төрені айтыстырады. Сонда Тезек төре қатты сөздер айтады. Мына сол сөзге тоқтап жаңағы бәйге берген екен. Сол сияқты біздің қазіргі зиялыларда осындай үлкен сөзге тоқтау керек. Бізде мынау сызат түсіретін жаңағыдай оқиғаларда емес, осындай жақындастыратын, бізді жарыстыратын емес, бізді жарастыратын, бізді таластыратын емес, бізді табыстыратын тақырыптарды көбірек қаузауымыз керек. Біздің мемлекет басшылардың арасында да өте жақын байланыс бар. Мына қазіргі кезеңде де Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің алғашқы сапарларын осы Қырғызстан жеріне жасап, қырғыз елімен қазір біздегі ынтымақтастық өте жоғары деңгейде дамып келеді. Соның нәтижесі мына қырғыз жерінде басталған көшпелілер ойыны қазір Астанада өтейін деп жатыр. Бұл баршамызға ортақ ойын. Бәйге, мысалға жаңағы көкпар, мысалға немесе мына жаңағы садақ тарту, қыз қуу, теңге ілу деген сияқты күрес, мысалға бұлардың барлығы бізді жақындастыру керек. Бұл енді алдымызда үлкен сын. Үлкен көшпелілер ойында меніңше екі елдің арасы одан бетер жақындай түседі ғой деп ойлаймын. Сонымен қатар мына Қырғызстанның егемендік күні келе жатыр. Қырғыз бауырларды осы егемендік күнімен құттықтаймыз. Қазақ пен қырғыздың тағы бір ұқсас тарапы бұл еркіндік сүйгіш ел. Жаңағы азат жүрген халық, бір-бірімен қай кезеңде бір-біріне серік болып, бір-бірін қолдап, мысалға кешегі мына жоңғар кезінде де қазақ пен қырғыз қатар жүрді. Қазір кезеңде меніңше алдымызда тұрған үлкен бір мәселенің бірі осы ортақ әдебиет, ортақ тарих, ортақ география оқулықтары біз бірге оқуымыз керек. Осын жас ұрпақ білу керек. Рахмет Дархан аға, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Үлкен өзіңізбен енді қоштасатын сәт осымен келгеніңізге. Сіздерге де рахмет, және осы бүгін өте ізгілікті шара өткізіп жатыр екенсіздер. Қырғызстандық бауырларымызға да мен құтты болсын айтамын. Осындай мына теле көпірлер көбірек өтетін болса,
біздің журналистика саласында, біздің ақпарат саласында да осындай жобалар көбірек болса, екі елдің қос қанаты болған қазақ пен қырғыздың ынтымақтастығы бұдан да бекем бола түседі деген ниеттемін. Сондықтан сіздерге де сәттілік тілеймін. Көп рахмет аға. Қымбатты көрермен, біз болса хабарымызды жалғастырамыз. Тәуелсіздікке тағы бір тамаша тартуымыз бар. Қорқыт этно ансамблінің орындауында Қазанғаптың күйі Ақжелен. Қабыл алыңыздар. Ай, бәрекелді. Осы жерден біз үтір қойып сөз тізгінін қырғыз әріптестерімізге қайтарамыз. Дархан Лейлі расылық білдіреміз. Әлбетте мұнаке экрандағы қазақ менен қырғыздың алыптарын, залқарларын көріп, өзгөчө бір көңілің жылып, жүрегіңі бір башқача сезім келеді екен. Мұндан арыдағы қазақ менен қырғыздың ортасындағы алақа, ынтымақ ыдырабай, ардайым жанашып адабиятта болуы, маданиятта болуы, спортта болуы біргелікте жүре берішін қалар элек. Ең тура айтасыз, албетте Манас менен Көкчөнү, Алай менен Токтогулду, ал эми Мухтар Авезов менен Чыңгыз Айтматовдун достугун айта берсек, убакыт бизге жетпей калчудай. Андыктан Кыргыз менен Казактын ортосундагы достукка терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди көрүп жаткан көрөрмандардын эсине сала кетели. Кыргыз эли үчүн өтө маанилүү болгон эгемендүүлүктүн 33-жылын сиздер менен биргеликте майрамдап, эфирибизди арнап жаткан учурубуз. Төлөк мырза, сізге терең ыраазычылык билдирели. Албетте алтындай болгон убактыңызды бөлүп, мынакей Манас эпосунан бір жакшы кеп салып кеттиңиз. Ең негізгісі, мына сіздің айтқан сөздеріңіз, анан жанагы өсіп келе жатқан жаш муун буйруса Манас деп өсө турган кыргыздын мыкты патриоттор болсун деп тилерлик. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Бар болуңуздар. Анда эмесе эфирди улантабыз. Сиздер үчүн бүтүндөй кыргыз эли, казак эли үчүн Токтогул Сатылганов, Мен Кыял, аткаруучулар Уран ансамблі.
Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz. Мына ушундай керемет чыгармадан кийин эми албетте кезекти маекке берели. Аны үчүн Кош канаттын төрүнө Кыргыздын тарыхын талыкпай изилдеген профессор, тарых илимдеринин доктору Тынчтык Чоротегинди чакырабыз. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz ağay. Орун алыңыз. Эфирде Астана жана Бишкек студиялары, анда эмесе агай айта кетсеңиз, негизи эле эгемендүүлүк дегенде баардыгыбыз көкүрөгүбүз байып бир башкача сезим келет. Бул өзүнчө бир мамлекет, өлкө болдук деп. Ошол эгемендүүлүгүбүзгө бизден канчалаган кыймылдар, уюмдар бир таасир эте алды, роль ойной алды. Ушул суроого сизден жооп алгым келип турат. Абдан жакшы суроо. Эгемендик бизден мамлекетибизден туу чокусу болгон түшүнүк экендигин ырахматтуулук Чыңгыз Айтматов, Азамат Алтай аталарыбыз баса белгилешкен. Эгемендикти сактап калгыла деп Тугелбай Сыдыкбеков атабыз дагы өзүнүн осуятын калтырган. Бул өтө зор жетишкендикти ээлери мындай асмандан түшүп калды дешет. Жок, андай эмес. Бизде эгемендик үчүн күрөшкөндөр болгон. Мына сиздердин Кош канат деген берүүңүздөр дагы дал ушуга өтө ылайык бир жакшы бир идеяны берип турат. Себеби эгемендик үчүн күрөштө кыргыздар дайыма кыргыз, казак жана башка түрк элдери менен чогуу биргелешип күрөшүп келген. Мисалы үчүн жоңгорлорго каршы күрөштө кыргыз казак деген өзүнчө атайын аскердик бир ынтымак түзүлгөнүн билебиз. 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштө кыргыздар эле эмес, казактар жана башка биздин чөлкөмдөштөр да чыгышкан. Ошондо мыкты баатыр чыган уулдар мамлекет эркин болсун деп өздөрүнүн арасын хан жарыялашкан. Бизде Канат хан сыяктуу хандар чыккан. Ал эми Торгой облусу деген аймакта, анын бир өңүрү азыр Оренбургда, Орусияда калды. Казактардын көтөрүлүшү таптагыр жеңилген эмес. Ушул сыяктуу бир көтөрүлүш очоктору болгон. Андан кийин 1917 жылы эгемендик идеясы менен Алаш Ордо деген бир өзүнчө автономия куруу үчүн күрөшкөн. Ага да кыргыз, казак чогуу күрөшкөн. Алардын тарыхы жөнүндө бизде Айда Кубатова сыяктуу тарыхчылар гана эмес, Шамек Тилебаев сыяктуу мыкты казак тарыхчылары да изилдеп өздөрүнүн жаңы маалыматтарын жарыялап жатышат. Андан кийин албетте басмачылык кыймылы деп бизде жерип айтылган, бирок эгеменчилердин кыймылы дагы болгон. Муну өзбек тарыхчылары жакшы иликтеп келе жатышат. Бизден дагы жакшы жаңыча изилдөөлөр башталды. Мына быйыл биз Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын салтанаттуу белгилеп атабыз. Бирок ошол облус түзүлгөнгө чейин дагы биздин автономия деген идеяларыбызды көтөрүп чыккан Төрөкул Жанызаков сыяктуу мыкты азаматтар чыккан. Анан алардын туусун андан ары уланткандары болду. Эшеналы Арабай уулу, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов жана башка биздин чыгандар ошол идеяны көтөрүп чыккан үчүн бала ыйлабаса эмчек жок дегендей бизде советтик автономия жаралган. Мына ушулардын баардыгы биздин эгемендигибиз үчүн күрөштүн мурдагы тарыхый барактарынан. Мына профессор Кубанычбек Нурбеков деген атабыз 1970 жылдары эле өзү укукчу, адис катары
СССРден Кыргызстан өз ыктыяры менен чыга алат деген өзүнүн сөздөрүн айткан. Бул сөз үчүн аны куугунтукташкан, ал өзү каза болгондон 7 жылдан кийин бизге эгемендик келип атат. Мына эгемендиктин алдында албетте 1986 жылы декабрда желтоқсан окуялары болду Казакстанда. Казакстандагы бул улуттук боштондук көтөрүлүштү кыргыздар дагы колдогон. Анын баатырлары бар. Кийин кайра курулар учурунда бизде Кыргызстан демократиялык кыймылы деген уюм түзүлгөн. Ал Кыргызстандын эгемендиги туусун көтөрүп чыккан. Ошол уюмдун арасында кыргызстандык казактар дагы болду. Ошондой эле Казакстандын экологиялык жана башка саясий кыймылдар менен да КДК тыгыз байланышкан. Мына ушулардын баардыгы бизде ушундай эгемендик күрөш менен келгендиги жөнүндө тастыктаган далилдер болуп саналат. Агай, ушул эле суроого улай, Кыргызстандын эгемендүүлүккө ээ болушуна кайсыл тарыхый инсандардын салымы чоң? Ошол тууралуу айтсаңыз. Абдан жакшы. Эми жакында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бир кызыктуу жардык жарыялады да, анда биздин эгемендигибиз үчүн салым кошкон 100 жыл мурдагы бабалардын ысымдары айтылды. Алардын айымдарын мен жана жогоруда да эскере кеттим. Ошолордун арасында Абдыкадыр Орузбеков бар, Жусуп Абдырахманов бар, Ешеналы Арабай уулу бар, Абдыкерим Сыдыков жана башкалар. Андан тышкары бул жалаң гана кыргыздар эмес, ошо Кыргызстанда жашаган эгемендиктин туусун кыргыздар үчүн көтөргөн дуңган, казак, өзбек, башка улуттун өкүлдөрү да болгон. Орустардын ичинен дагы кыргыздардын автономиясы үчүн өзүнүн салымын кошкондор болушту. Ал эми ушул Совет доорунда кыргыздын мамлекеттүүлүгүн андан ары чыңдаган көп инсандар бар. Алардын арасында албетте Исхак Разаковду да айта кетебиз. Жана профессор Кубанычбек Нурбековду да айттык. Андан тышкары Кыргызстандын эгемендиги жөнүндө идеяны бергендердин бири катары албетте Чыңгыз Айтматовду айтабыз. Маңкурт болбогула деп ошо өзүңөрдүн тарыхый доорлоруңарда эгемендигиңер болгон деген идеяны ага өзөңгөлөш болгон Түгөлбай Сыдыбек уулу өзүнүн чыгармаларында публицистикалык эмгектеринде көрсөттү. Ал эми Кокон хандыгы да кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бир түрү болгон деген идеяны көтөргөн Төлөгөн Касымбеков деген мыкты жазуучубузду да эскере кетишибиз керек. Эгемендик идеясынын туусун көтөргөндөрдүн арасында азыр көзү жок ошо Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жипар Жекше сыяктуу аталарыбыз, андан тышкары алар менен үзөңгүлөш болгон көзү тирүү дагы бир катар КДКчы замандаштарыбыз дагы бар. Алардын баардыгын биз урмат сый менен эскеришибиз керек. 1991 жылдын 31 августуна чейин дагы эгемендиктин алгачкы кадамдары жасалган. Маселен, 90 жылды 15 декабрында бизде Кыргызстандын бир алгачкы эгемендик декларациясы кабыл алынган. Мына ошондой эле советтик, социалисттик деген сөздөрдү алып салышып, Кыргыз Республикасы деген сөздү расмий кабыл алган. Ошол жогорку кеңештин, тарыхый жогорку кеңештин чакырылышынын бардык депутаттарын дагы биз ыраазылык менен эгемендикке жол чапкандардын бири катары эскерип айта жүрүшүбүз керек. Анан албетте элдин өзүнүн сүрү илеби болду. Мисалы үчүн 1991 жылы ушул Ашар козголушу, КДК жана башка уюмдар өмүр көчү 75 деген жүрүштү уюштурушту. Анын артында 75 жыл мурда 1916 жылы эгемендик үчүн кыргыздар күрөшкөн. Алар шейит кетишкен, алардын арбактарын эч унутпайбыз деген бир чоң ураан болгонда, бул жүрүштүн өзү биздин эгемендик идеябызды андан ары чыңдаган. Мына 1991 жылы баягы айтылды ГКЧП деген учурларда Кыргызстан ушу эгемендикти тандаган. Анан 30 августта Атабейит деген атайы жаңы бир көрүстөн ачылып, ага буга чейин
ошо сталиндик репрессия учурунда абыт кеткен 137 бабабыздын сөөктөрү кайра арууланып жерге берилди дагы. Эртеси күнү 31 декабрда Кыргызстан Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп өзүн көз каран эмес мамлекет деп жарыялады. Мына ушулардын баардыгы ага когушкон салымдар бар, бабаларыбыздын баардыгы эгемендикке өзүнүн салымы бар инсандар катары таразаланыш керек, бааланыш керек. Тынчтык агай, албетте сиз айтып аткан ар бир биздин өткөндөрүбүздү даңктабай, келечегибиз жок экендигин ар бир кыргыз уулу жана баласы билиш керек деп ойлойбуз. Чындыгында сиз айтып отурсаңыз, ичимдеги кыргыз деген сезим, мен кыргызстандыкмын, эгемендүү өлкөнүн кызымын деген патриоттук отту жалындаттыңыз. Бул эфирден дагы бизди көргөн көптөгөн көрөрмандарыбыз өзүнүн ичиндеги жанып турган отун күчөтөт болуш керек. Бизди күтүп жаткан кесиптештерибизге кезек берели. Анда урматтуу Астана студиясындагы кесиптештер Дархан, Лейла, эми келиңиздер. Сиздерден дагы бир жакшы кеп маек угалы. Көп рахмет әріптестер. Енді Лейла, байқасаң, жаңа біздің Бишкектегі қырғыз бауырларымыз тартқан күйден біздің Астанада отырып делебеміз қозып отыр, иә? Ендеше тура сондай сезім біздің қырғыз әріптестерімізде де бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан тағы да бір күй тыңдап алсақ, дәл қазір алдарыңызда тәуелсіздікке тарту болсын дейік тағы да бір. Шіркінай. Бәрекелді. Қымбатты көрермен, тыңдағандарыңыз Құрманғазының күйі Төремұрат. Я, екі елдің
тарихы, екі елдің мәдениетінде де, әдебиетінде де қазақ-қырғыз арасын жақындататын мысалдар өте көп. Дәл солай, мысалы, Шыңғыс Айтматовтың повестерінің желісі бойынша әселім әнім, Даниярдың әні, Жәмиляның әні композитор әуелеткен Қазақстан және Қырғызстан Республикасының қайраткері Илья Жақановты қалай айтпаймыз, Түркі әлеміне ортақ Жауһар Мұра қырғыздың манасын 40 жыл жырлап, қазақша аудармасын жазып шыққан ақын, Қазақстан және Қырғызстан Республикасының қайраткері. Манашы жаңа ғана біздің қадірлі мейманымыз Дархан ағамыз айтып кеткен Баянғали Әлімжановты қалай айтпаймыз, Дәл солай, Ләйла, дұрыс айтасың. Сондай-ақ Қырғыз еліндегі Рахымжан Отарбаев драматургия фестивальдердің өзі неге тұрады дейміз, Жалпы кино мен театрдағы ынтымақтастықтың жемісі дәл осындай іздер арқылы сайрап жатыр деп айтсақ болады. Бүгін біздің студиямызға белгілі театр және режиссер, Қазақстан Республикасының халық артисі Талғат Теменов пен белгілі жыршы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Елмұра Жаңаберген келіп отыр. Қош келдіңіздер дейміз. Қос қанаттың төріне бүгінгі біздің арнайы жобамызға. Енді ең әуелі сұхбатымызды бастамас бұрын жалпы театр және кино өнеріндегі қазақ-қырғыз достығы жайында бейне материалға кезек беріп көріп алайық. Алып Алатаудың арғы беті мен бергі бетін жайлаған екі елдің өнер мен мәдениетте түйісетін жерлері көп. Қазақ-қырғыз сахнасы мен экранына өздерінде жақын ешбір ел жоқ шығар. Бүгінде қазақ театр сахнасында Шыңғыс Айтматов, Мар Байджиев, Бексұлтан Жакиев пьесалары қойылса, қырғыз сахнасынан Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Рахымжан Отарбаевтың шығармаларын тамашалауға болады. Өзара барыс келіс онкүндіктер мен гастрольдік сапарларда үзілген емес. Шыңғыс Айтматовтың шығармалары қазақтың театр сахнасында аншлагсыз өтпейді. Қызыл орамалды шынарым, Ана жер ана, Жан пида, Теңіз жағасындағы Тарғылтөбет сынды қырғыз туындылары көрермен көзайымына айналған. Сүйгірім кім бар созбаған, толқындаймын қайра қозғалын, байке десе ыйлайт жүрегім, ұлың сенің маға оқшаған. Өнерде шекара жоқ екені анық. Қазақ пен қырғыздың кино саласындағы бірлігі өткен ғасырдан бастау алады. Айтматовтың Қош бол Гүлсарысын қазақ режиссері Ардақ Әмірқұлов кино тілінде қалың көрерменге жеткізсе, режиссер Сатыбалды Нарымбетов Мұстафа Шоқай рөліне Азиз Бейшеналиевті таңдады. Қырғыздың белгілі режиссерлері Болот Шамшиев пен Толымы Шөкеев Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қыраш оқиғасы мен Көксерегін кино туындыға айналдырды. Қазіргі таңда осы ынтымақтастық жалғасын тауып келеді. Қырғызстан астанасында қазақ киносының күндері, Қазақстанда қырғыз фильмі апталығы өтіп тұрады. Бұл шара бауырлас екі елдің арасындағы мәдени ынтымақтастықты жаңа қарқынмен қайта жандандыруға үлкен септігін тигізеді. Өнердегі мұндай тәжірибе алмасулар екі елдің бауырластығын одан әрі арттырып, шығармашылық еркіндікке жол ашады. Енді дәл осы тақырыпты ары қарай сұхбатпен жалғасақ дейміз. Талғат Осымғалиұлы, қош келдіңіз студиямызға. Сіздің мынау қазақ сахнасындағы театр өнеріндегі осы қолтаңбаңыз қалған дүниелер осы Айтматов шығармашылығынан деп айтсақ болатын шығар. Айтматовтың шығармашылығына ерекше ден қоюыңызға не түрткі болды? Біріншіден Шыңғыс Төреқұлымен мен өзім таныс болдым. Ол кісімен ағылыны болып сыйластық, дәмдес болған бұл ұлы тұлғалардың бірі. Менің бақытыма қарай жаңағы айтқан Төлемі Шөкеев бәйкемді, Болат Шамшиев көкемізді мен араласқан, талай сырлас болған, бірге жүрген менің бәйкелерім біреді. Мен 95 жылы Жүргенов атындағы институт ректоры болып тұрған кезде қырғыз группасын алдық. Онда бітірген балалар бүгінде Ыстықкөл театрында, болмаса Бішкектегі академиялық театрда жүр. Олардың жігіттердің, қыздардың барлығы бүгінде қырғыз өнерінің бір-бір алыптары деуге болады. Сондықтан сол кездегі біздің елшіміз Мұхтар Шахановтың рөлі, сол кездегі министрі, мәдениет министрі Чолпонбек Базарбаевтың рөлі, ол біздің халықтың достығына, жолдастығына үлкен себепкер болды деп білем. Одан бері де, мысалы, мен өз басымның барлық киноларымда, мысалы, алғашқы кином, дипломдық киномда жаңағы мына Азиздің әкесі Болат Бейшеналиев түскен болса, менің алғашқы кином адамдар арасында бөлтірікті қырғыз драматургы, кино сценарист Баян Сарығұловпен бірге жаздым.
Қызғышқыста Әшір Шоқыбаев кинома түсті. Махаббат бекетіндегі басты рөлде Қуанышбек Әділов ол түсті. Яғни бұл дәстүр, бұл сабақтастық, бұл достық менің шығармаларымда үзілген емес. Оның үстіне мына сол Шыңғыс Бәйкеміздің ұлы шығармаларының бірі Арманы мәселімді мен бірнеше театрда қойдым. Ондағы мына айтылып отқан музыка, бұл дарынды, талантты Бек Бөрбиевтің әні, ол шығармалар бүгінде қазақ өнерінің бөлінбес ажырамас бір бөлігі деуге болады. Өйткені дүниеде қазақ пен қырғыздай туыс, қазақ пен қырғыздай жақын халық жоқ. Өйткені біздің дәстүрімізде, өнерімізде өте бірге. Сондықтан да қырғыздың үлкен азаматтарының бәрі қазақ фильмінде қанаттанып ұшты. Бүгінде сол дәстүр жалғасып жатыр. Бүгінде талай жігіттер, қыздар қырғыз киносына барып түсіп жатыр. Қырғыз бауырлар да бізге келіп жүр деп білемін. Тамаша. Талғат мырза, ал дәл бүгінгі күні қазір қазақ пен қырғыз режиссерлер арасындағы сабақтастық қай бағытта, қай тақырыпта жандана түскен дұрыс деп ойлайсыз? Мен білетін Нұрлан Абдықадыров бауырымыз қырғыздың дарынды жігіттердің бірі. Былтыр алдыңғы жылыма Павлодар театрында спектакль қойды, Алматыда қойды. Жалпы өнер ортақ. Сондықтан біздің болашағымыз осы үлкен әдебиеттен сусында отырып үлкен шығармалар жасаса, қазақ пен қырғыздың киносында да, театрында да әлі алатын асулар өте көп деп білемін. Рахмет. Елмұра ханым, енді өзіңізді сұхбатқа тартпас бұрын бірден қонаққа де сұрағымыз келіп отырған жайымыз бар. Енді бүгін қырғыз ағайынның тәуелсіздік күніне тартуымызды арнап жатырмыз. Өзіңізден де бір тарту қонаққа де болсын деп студиямыздың ортасына қарай өзіңіз шақырайық. Төрге шақырамыз. Бірден әмнен ба? Жақсы. Нұртуған Кенжеғұлының жырауларға өсиет деген бір толғауын орындап берейін. Атасы шыққанда сөз атасын ұққанға талаптыған нұр жауар жан жойма жатқанда қолыңа алсаң домбыра қазақты бейжай қалдырма асыл сөзді жаттамай өзіңді көптеп баптамай әу деген жыршы болмайды елді деген ақтамай әуелі баста термеден білім баз отыр көрмеген ортаға салып барыңды біреуін шырқа жөндеген домбыраңды тарт саздығып сабалама аптығып көзіңнің сал қиығын отырма жүртің жақтырып жыршыға бір таң бұйым ба кеткесін кіріп жиынға жыраудың жаман әдеті әуес болса тиынға көмір жемей ашбай қызылды жандай тасымай ел бірлігін ойласаң құжырлаңды құшырмай сөзіңе әнің жараса ырғағын бұзып адаспа жастар жағы қызғындар қарттың да жөні бір басқа жаңылып кеткен кезіңде қобал жұтпа өзіңді асып сасып жалтақтап ұмытсаң айып сөзіңді көтеріп сені айтқанда қолпаш сөзге мақтанба артық болсын өнерің пач отырған тақтанда Рахмет, сөз кезегін әрі қарай жалғастырайық. Бішкек студиясына әріптестер Алмас, Айзада сөз кезегі өздеріңізде. Мына сіздердің студияңыздардағы, қонақ тұрғыдағы Қырғызстандың, жалпы қырғыз елінің атынан жалынды ысық салам жолдаймыз. Елнұр айым, сізді дағы бір рет экран арқылы көріп тұрғаныңызға чын жүректен қуаныштамыз. Керемет ырыңыз үшін дағы рахмат айталы. Әлбетте біз болса, құрметті телекөрушілер, мынакей қазақ елі, қырғыз елі ортасындағы алақаны, мамилені чыңдоо иретинде, чыңдоо мақсатында тартылып жатқан қош қанаттың эфирин уланталы.
ескертүү катары биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө жана Астанадағы биздин меймандарыбызга айта кетели. Биз эфирибизди маек менен улантабыз. Ан үчүн студиябызга профессор, тарых илимдеринин доктору Тынчтык Шөрөтегин мырзаны чакырганбыз. Албетте, тарихыбызды айта келе турган болсок, мынакей өнөр саласында биздин ырларыбыз казак ырлары болуп ырдалып жүрөт. Биз казак элинин ырларын кыргыз ырлары кылып ырдап жүрөбүз. Айтор кимдики эмес, эки элдин ортосундагы жаралган бир махабат дагы да уланууда. Мынакей биздин Элнур айымыбыз дагы домбура менен ырдап жатканда, мына ушул 90-чы жылдардагы кыргыз уулун ысык көлдүк жигитти сүйүп калып, казак кызы Майра Керим кызы келип, кыргызга кыйын келин болгон, андан 200-гө жакын чыгармаларды жазып, кыргыз эли үчүн дагы кандай сонун эмгек жасаган. Ал эми сүйүү жагына дагы кайрылсак, айтор кыргыз менен казактан жакын инсан эч ким болгон эмес. Агай, айта кетсеңиз, негизи эле бүгүнкү күндө баягы мекенге болгон сүйүү, эгемендүүлүккө болгон сүйүүнү жаштарды кайсыл китептен баштап окутсак болот эгемендүүлүк тууралуу? Абдан жакшы сөз. Менимче бир китеп менен чектелбестен бир нече доорду камтыган бардык булактарды карашыбыз керек. Маселен, Манас жөнүн айтып келгенде, мен жакында Курманбек Абакиров агайдын Иргөкчө тууралуу монографиясын окуп калдым да, анда кантип казак менен кыргыздын хандары ошо Манас дастанынын алкагында эле бири-бири менен үзөңгүлөш болгону, бирге урушка да барып, бирге тойго да барып, ынтымактуу жашаган жөнүндө көрсөтүлөт да. Мына ошол сыяктуу эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында дагы кээ бир мейкиндикти сиз мындай ажырата албайсыз. Ошо Казакстан талаасында жүрүп жаткан окуяларды дагы кыргыз өзүнүн тоолуу мекенинде болгондой кылып окуйт. Ошондой эле кыргыздын Тоо жергесиндеги Долон ашуусундагы окуяларды казактар кенен Даркан талаада болуп жаткан окуялардай кабыл алат да. Ушундай көркөм чыгармалар аркылуу дагы биз бири-бирибизди жакындата алабыз. Мына 5 гасыр жырлайды деген атактуу бир томдукту Мухтар Магабын агайыбыз жарыялаган эле. Ошону мен кызыгуу менен окуган элем. Ошол томдуктун ичинде маселен кыргыздын теги кыргыз болуп кийин казактын акыны болуп калган Жөжө акын Шөже жөнүндө жакшы айтылган. Мына казак кыргыз достугу жөнүндө, тарыхы жөнүндө иликтеген Анварбек Хасанов деген тарыхчы агайыбыз болгон. Анын эмгектеринде дагы абдан кызыктуу маалыматтар айтылат. Ал өзү теги казак, бирок Кыргызстандын окумуштуусу. Мына ушул сыяктуу манап ушундай бийдин урпактары болуп, бирок кийин казактарга да кыргызга да кызмат кылган айдыңдар көп чыккан. Алардын бардыгын биз сөзсүз чыгармаларын иликтеп окушубуз зарыл. Мында көркөм өнөрдө, кинодо болбосун бири-бирибизди ушундай бириктирген көп өрнөктөр бар. Мисалы үчүн атактуу Чокой уулу жөнүндө чыгарманы тасмага ушундай көркөмдөп берген учурда баягы Болот Бейшеналиевдин уулу ошонун башкы ролун аткарган экен да. Мына Азиз Бейшеналиев. Мына ушул сыяктуу бири-бирине данакер болгон көп чыгарманы кинодон дагы башкалардан да учуратабыз. Ошондой эле бизде орток илимий эмгектер дагы чыгып жатат. Мисалы үчүн 7 томдук казак томдугунун тарыхын жазууда Кыргызстандык окумуштуулар да чакырылды. Мына ушул сыяктуу эмгектерди кантип биз ошол данакер эмгек деп атай албайбыз. Мына ошондуктан менин оюмча уучубуз куру эмес. Сиздин баягы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн изилдөө боюнча сиздин эмгегиңиз тууралуу дагы айта кетсеңиз, китебиңиз тууралуу дагы кыска нуска айта кетсеңиз. Рахмат. Эми бул жалпы эмгек биз Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу китептерибизде да, публистикалык башка эмгектерде дагы эгемендик жөнүндө, анын тарыхынын ошо оңой менен жаралбагандыгы, ар бир муун өзүнүн салымын кошкондугу жөнүндө жазып келдик дагы. Бул эгемендик өтө татаал маселе. Анын тарыхын изилдегенде
архивдик так маалыматтарга ээ болушубуз керек. Дал ушул жаатта биз бүгүнкү кыргыз жана казак тарыхчыларынын ынтымагын да өзгөчө белгилебиз келет. Архивдик маалыматтар, мисалы үчүн өткөндө Мамбет Тойгелдиев, ошондой Шамек Түлөбаев сыяктуу казак тарыхчылары казак тарыхын изилдеп атып эле кыргыз тарыхына тиешелүү көп маалыматтарды алып чыкты. Бизден дагы Токторбек Өмүрбеков, Кыяс Молдо Касымов сыяктуу мыкты тарыхчыларыбыз бар. Алар дагы кыргыз, казак жана өзбек тарыхына байланыштуу катмарларды алып чыгышты да. Ошол эгемендик тарыхы биз үчүн толук жазылып бүтө элек. Мен мындай багыттоочу жалпылама гана эмгек жазган менен чыныгы эгемендиктин көп катмарлуу тарыхын бул жамаат, коллективдүү эмгек менен гана жарата алабыз деп эсептейм. Агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Көнөрбөс дөөлөттү, мына ушундай тарыхты алып жүргөн инсандар эгемендүү Кыргызстан үчүн өтө керек. Студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Ал эми биз болсо эфирди улантабыз. Бир гана Кыргызстан эмес, Астана студиясы дагы көрүп жатат. Албетте эгемендүүлүк деп төш какканыбыз менен 33 жыл мурда төрөлгөн инсан болсо быйыл мына ушул өзүнүн чоң бир курагын белгилеп жаткан болот. Кыргызстан дагы 33 жылдын ичинде чоң бир ийгилик жараталды. Кыргызстаныбыз менен сыймыктанабыз. Анда мамлекеттик деңгээлдеги алтын үндүн ээси, маданияттын мыкты кызматкери сиздер үчүн Азиз Батыров өзүнүн тобу менен ырдап берсин. Сахнада мына керемет чыгарма эки элге жаңырсын. Аскалууту аскартуу бийигиндей, ак ниеттүү ата эне тилегиндей, намыска бек уулдарым эр жетишти, өдөн деми жол борсун жүрөгүндө. Желбиресин желеги Кыргызстандын, биз эртеңи өнүккөн Кыргызстандын, жүрөгүмсүң барымсың, ар намысымсың, дейишке тең ыйыгым Кыргызстаным. Чечкиндүү жол алалы, келечекке билимден жол салалы, жети дулан жаштары бекем туруп, журтка болгон ак эмгектен баркалалы. Желбиресин желеги Кыргызстандын, биз эртеңи өнүккөн Кыргызстандын, жүрөгүмсүң барымсың, бар намысымсың, дейишке тең ыйыгым Кыргызстаным. Урматтайт айткан кебин, мекен үчүн ардаган болгон демин, туура максат жаштарды колдойлуда, ала тоого көрк кошкон менин элим. Желбиресин желеги Кыргызстандын, биз эртеңи өнүккөн Кыргызстандын, жүрөгүмсүң барымсың, ар намысымсың, бейишке тең ыйыгым Кыргызстаным. Желбиресин желеги Кыргызстандын, биз эртеңи өнүккөн Кыргызстандын, жүрөгүмсүң барымсың, ар намысымсың, бейишке тең ыйыгым Кыргызстаным. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность,
Функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Инстаграм, bomford.kgz. Керемет, тағы да бір мәрте қадірлі ағайын барша қырғыз ағайындарымызды егемендік күнімен құттықтаймыз. Тәуелсіздік тұғырлы болсын дейміз. Жүрегіміз қашанда өздеріңізбен бірге соғады. Тарихы теңіз, тамыры егіз өрілген қазақ пен қырғыз руханиятының қарыштап дами беретіні сөзсіз дейміз. Оның жарқын мысалы ретінде айтқым келіп отыр жыршы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері біздің студиямыздың қадірлі мейманы Елмұра Жаңаберген мен Қырғызстан Республикасының халық әртісі Роза Аманованың достығы деп айтсақ болатын шығар. Бұл алыптардың айнымас достығының сырбаз сыйластық сабақтастығының әдемі үлгісі деп жалғайық. Олай болса, Елмұра ханым, ендігі кезек өзіңізде жалпы қазақ, қырғыз қос қанат деп отырмыз ғой. Жаңағы тарихи сабақтастық, кино, театр саласындағы сабақтастық жайында сөз қозғадық. Ал енді мінекей мына екі мемлекеттің мәдени музыкалық байланысы қандай екен бүгінгі таңда? Алатаудың арғы беті мен бергі бетіндегі орналасқан осы екі халықтың өміріндегі, өміршеңдігі, бұлардың тұрмыс тіршілігі, өнері, дәстүрі барлығы да өте жақын туыс халықпыз деп айтып отырмыз ғой. Сондықтан да бұлар мінекей бүгінгі келіп отқан хабардың да тақырыбы қос қанат. Енді ең бірінші әңгіменің басын қозғамай тұрып, өзіміздің бауырластарымыз, қандастарымыз, осы қырғыз халқының бүгінгі күндегі өте бір керемет салтанатты мерекесі болып жатыр. Осы қырғыз елінің тәуелсіз мерекесі болып жатыр. Сол тәуелсіздік мерекесімен барша қырғыз бауырластарымызды құттықтағым келіп отыр. Мереке құтты болсын. Әрқашан бауырларымызға аманшылық тілейміз. Осы екі елдің арасындағы достығымыз, ежелден келе жатқан достығымыз мәңгі болып беки берсін деп тілегім келеді. Енді достық туралы айтатын болсақ, ол енді достық бізге дейін де жалғасқан. Өздеріңіз білесіздер, Жамбыл мен Тоқтағұлдың кешегі жаңа ғана айтып отырған Шыңғыс Айтматов бабамыз ғой, енді бізге жаңа тұлғалар үлкен ірі. Сол кісінің біздің әйгілі Мұхтар Әуезовтің шәкірті болғандығы, Мұхтар Шаханов ақын ағамызбен достығы бұл бүгін ғана емес, кеше одан да ары қарай бізге дейін жалғасып келе жатырған үлкен мәдени, рухани байланыс, үлкен достыққа айналып отырған сондай бір өзіндік ерекшелігіменен осы құстың қос қанатындай болған екі халықпыз. Сондықтан енді бізге жеткен бұл да бір үлкен бір дәстүр деп ойлаймын. Енді айтатын болсақ, достығымыз қырғыз халқындағы дәстүрлі өнердегі әншілері мен манасшылары бар. Ыршы дейді бұл кісілер, енді сол барлық өнерпаздармен тығыз байланыстамыз. Мен мына жерден бір ауыз сөз қосып кетейін. Ән туралы өздеріңізге мәлім Қараш фильмі Болат Шәмшиев түсіргенде қазақ қырғызға ортақ Сүмен Құлчокморов темір тасты орындайды. Ол кино шыққалы берде 50 жылдан асып кетті. Одан кейінгі Талымыш Өкеев түсірген Алтын күз, сол кезде сол фильмде Нұрғиса Тілендиев көкеміздің әні бар. Міне болмаса Мұрат Бегалиев композитордың менің кином жазадан соңғы қазада Мұрат Бегалиевтің шығармасы орындалады. Яғни бұл екі халықтың шығармасы ортақ. Бәрекелді.
Қадірлі меймандар, енді сұхбатымызды түйіндейік. Қос қанатымыз болған қырғыз халқын тәуелсіздік күнімен құттықтаймын десеңіздер, мархабат. Құрметті қырғыз бауырлар, менің ұстазым Асқар Тоқмановтың сөзі бар еді. Басымызға кигеніміз өңкей аппал ақ қалпақ, бетіміз біздің жап-жалпақ, айырып көрші, қайсымыз қырғыз, қайсымыз қазақ деп. Сол секілді қазақ-қырғыз бір туған десек, біздің мәдениетіміз, әдебиетіміз, тарихымыз, діліміз бірге, өйткені бізге ортақ Алатау, бізге ортақ Шу. Сондықтан мына бүгінгі 33 жыл болған тәуелсіздік күні құтты болсын. Өйткені сіздердің қуаныштарыңыз қазақ елінің қуанышы, сіздердің жемістеріңіз қазақ халқының жеңісі мен жеңісі деп біліңіз. Той ортақ, қуаныш ортақ, той-тойға ұлассын. Көп рахмет, Елмұра ханым. Тағы да бір қонаққа де сұрайық, әдемі әніңізбен түйіндесек. Көк жүзінде қыран қыз қалықтайды, алатының алыстан анықтайды. Құрбы қастар қиылып қарағанда, еркін дауысың ел асып шарықтайды. Ақаулалысың, жүрмін жарқын, ән салсам әуеледі. Бақақақау, сенің арқаң гигигигай, гигигигай, икай-икай, гигигай. Жүрегімнің жылуы сәлемім деп, біздер жаққа қарасай әдемі-ай көп. Сезімімнің сиқырлы баурап алған, әншілердің жүрерсің әнедай деп. Ақауланысың, жүрмін жарқын, ән салсам әуеледі. Бақақақау, сенің арқаң гигигигай, гигигигай, икай-икай, гигигай. Ақауланысың, жүрмін жарқын, ән салсам әуеледі. Бақақақау, сенің арқаң гигигигай, гигигигай, икай-икай, гигигай. Қошеметтеріңіз, Елмұра Жаңаберген. Ал сіздереміз. Қымбатты телекөрермен, осындай мәдениеті бар екі елдің ғасырлардан жалғасқан байланысын дәуірлерге ұластыру бүгінде аса маңызды деп айтамыз. Мәдени, тарихи бай мұраларымызды одан әрі жандандыру жаңа буынның бұлжымас миссиясы секілді. Соңғы 3-10 жылдықта Қазақстан мен Қырғызстан күрделі қалыптасу жолынан өтіп, өзінің даму векторын белгіледі. Сонымен бірге өз халықтарының достығын сақтап, қиын жағдайда бір-біріне қолдау көрсетті. Тәуелсіздік күні құтты болсын, қырғыз ағайын. Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Қос қанат қырғыз, қазақ ынтымағын жарастырған телекөпірде келесі жүздескенше дейміз. Бізге бір туған болған қазақ бордоштарымыздың керемет шығармаларына жана чын жүрегінен арналған құттықтауларын жүрегімізбен қабыл алдық. Бар болыңыздар. Албетте, арбир айтқан сөзіңіздер жүрегіңізде қанат бүткендей еле қолдауыңыздар өте мәнілі. Қырғыз қазақ достығы ешқашан өчпесін. Ал эми бізден егемендүүлүккө арналған эфирибиз соңына келіп жатат. Егемендүүлүк дегенде бұл укук эмес, егемендүүлүк элдин чоң жоопкерчилиги. Бүтүндө кыргыз элин мына ушундай бактыбызга туулган эгемендүүлүк күнүбүздүн 33 жылдыгы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Бүгүнкү эфирибиз дагы арнасак аздык кылат. Анткени канчалаган өлкөлөр бар. Өзүнүн мамлекети, өзүнүн эгемендүүлүгү жок. Бирок Кыргызстан мына ошондой өлкөлөрдүн арасынан суурулуп чыгып, өзүнүн эгемендүүлүгүн бүтүндөй дүйнө жүзүнө жар салып келет. Кыргызстандын, кыргыз элибиздин баалуулугу бул албетте ар бир жараны. Бардыңыздарды эгемендүүлүк күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Жар салганга жакшылыгыбыз, айтканга жакшы кебибиз болуп, эки элдин дагы бир орток баалуулугун ортого салып жолукканча аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.